Алан сәлем болсын жақсым. Жыл сайын оразада мұсылмандар арасында түрлі сұрақтар туып жатады. Осы оразаға қатысты топ 7 сұраққа тоқталып көрейік. Біріншісі, егер адам сәресін ұйықтап қалса, оразада не істейді? Егер адам қандай да бір себептермен сәресін өткізіп алса, онда ол ниет білдіріп, оразасын әдеттегідей ары қарай жалғастыру керек. Бірақ сіз әр кез сәресін қалдыру дұрыс емес екенін түсінуіңіз керек, өйткені онда Алла тағаланың берекесі бар. Екінші, ораза ұстаған адам тамақты жеп немесе ұмытшақтықпен су ішті. Ораза бұзылады ма? Егер адам тамақты немесе суды ораза туралы ұмытып кеткендіктен ішсе, онда оның оразасы бұзылмайды. Адам ораза туралы есіне түскенде тамақты жеп ішуді тоқтату керек. Үшіншісі, егер сіз ингаляторды қолдансаңыз, ораза бұзылады ма? Тыныс алу жолдарының аурулары бар адамдар ингаляторды немесе дәрі-дәрмектерді қолдануға мәжбүр. Ингаляторды қолдану оразаны бұзады. Бұл күндер үшін адам өзінің қарызын өтеу керек болады. Егер сіз көз тамшыларын қолдансаңыз, ораза бұзылады ма? Дәрі-дәрмектердің бұл түрлері оразаны негізінен бұзбайды, өйткені көз тамшылары ішкі органдарға өтпейді. Ораза кезінде темекі шегуге болады ма? Темекі шегу оразаны міндетті түрде бұзады. Рамазан айында жүкті немесе бала емізетін аналар не істейді? Әйелдің негізінен денсаулығы ескеріледі. Егер ол ораза ұстай алса және баланың денсаулығына қауіп төндірмесе, онда әйелге ораза ұстауға рұқсат етіледі. Әйтпесе, ол міндетінен босатылады. Кейінірек ол оразаның өткізіп алған күндерін толтыру керек болады. Келесі сұрақ, жаман, боғауыз сөздер оразаны бұзады ма? Жалпы бұндай сөздерді айту негізінен оразаны бұзбайды, бірақ бұл күнә болып есептеледі.